Кеш жарық. Қалайсыздар? Динарочка. Қалайсыз? Жағдайыңыз қалай? Бүгін сұрақ жауап эфир. Қазір кішкене қатысушыларға қосылсын. Қалайсыздар? Жағдайларыңыз қалай? Жаздарыңыз қалай өтіп жатыр? Жаз мезгілі қалай өтіп жатыр? Менде барлығы жақсы. Жұмыс жасап жүрміз. Жаңа үйіме көшіп жатырмын. Жақсы жаңалығым бар. Сіздермен бөлісетін. Жаңа үйіме ремонт жасап, жаңа үйіме көшіп жатырмын. Өздеріңізде қалай, барлығы жақсы ма? Сұрақтарыңызды жазыңыздар, қойыңыздар. Жаз күшті, мен өзім жазды жақсы көрем. Иә, рахмет. Ол үй негізі бұрыннан бар ғой менде. Соған енді көшіп жатырмын. Қалайсыздар? Бекзада ханым, мені үнемі тыңдаймын дейді. Бағана сіз ғой, WhatsApp-пен жазған маған. Үнемі сізді тыңдап отырам деп. Қазір кішкене қатысушылар қосылсын. 5 минут күтейік. 5 минут күтейік. Иә. Рахмет. Мені қайдан таптыңыз? Ютубтан ба, Инстаграмнан ба? Қалай тап болдыңыз мен парақшама? Мен енді Инстаграмда қатты активный емеспін, бірақ клиенттерім үзілмейді, өздерімен әйтеуір келіп жатады. Қайдан келетінін мен білмеймін. Алла өзі солай береді. Өйткені мен миссиямен жүріп жүрген адаммын ғой. Инстаграмнан дейді. Өте қуаныштымын. Кеше бізде 5 апталық топтық тазарудың бірінші легі аяқталды. Тазарудың бірінші легі кеше аяқталды. Қатысушылардың барлығы тазаруға дейін, сосын тазару аяқталғаннан кейінгі фотоларын жіберіп, запростардың барлығын өздері қайтадан жасап, анализ жасап, зерттеп шықты. Көп адамда өзгерістер болған, қарым-қатынастар реттелген. Мен кеше запростарын қайтадан қарап оқып шықтым. Практикадан кейін көп адамдарда өзгеріс болған. Көп қатысушыда болған өзгеріс. Кейбіреуі күйеумен сөйлесе алмаймын, күйеумен тіл табыса алмаймын, ашулана береді, мені түсінбейді, мен оны түсінбеймін деп жазғандар болған. Ал практиканың соңында күйеу екеу бірігіп ақша тауып, күйеу екеу бірігіп бизнес ашып, күйеу екеу көп ақшаға кенеліп жатқан оқырмандар бар, қатысушылар арасында. Қалайсыздар, өздеріңіз қалайсыздар, жағдайларыңыз жақсы ма? Кеше бірінші легі аяқталды. Топтық тазару болды, одан кейін 5 апталық тазару болды ғой, практика болды. 5 апта практика жасадық, тазару. Жалпы мен жұмысымның барлығы тек қана тазаруға арналған ғой. Миды реттеу, тазарту, трансформация жасау, өзгерту. Енді менің фишкам, мен көріп отырып жасаймын. Адамның энергиясын сканерлеп отырып жасаймын. Бұл мен практикамда барлық комплекс түрде бар. Мимен жұмыста бар,
чакрамен жұмыста бар, текпен жұмыста бар, бәрі бар. Эмоционалды блоктар да бар, олармен де жұмыс жасаймыз. Ұстанымдармен де жұмыс жасаймыз, ақша ұстанымдары, денсаулыққа байланысты бәрімен жұмыс жасаймыз. Енді мен кішкене несін өзгерттім ғой. Алдында барлығын бір күнге жинап, бір күнде энергетический жасап едім ғой. Енді екінші потокты олай жасап жатқан жоқпын. Екінші потокты 2-3 адамнан біріктіріп тазартып, 26 күнге дайындап жатырмын оларды. Өйткені алдында 19 адамды бір күнде тазартып, өзіме қатты нагрузка болды да, одан кейін көп адамды сканерлеген кезде информация көп қой. Информация прям шатасып кетті. Сол үшін 2-3 адамнан тазартып, 26 күнгі потокқа қосамын, екінші потокқа. Жазылам десеңіздер, жазылыңыздар. Бағасы 50 000 теңге. Осы араларыңызда тазардан өткендер бар ма? Кімде қандай өзгеріс бар? Бөлісесіздер ма? Қосыласыздар ма эфирге? Кім қосылады? Жазыңыздар мен деп, мен сіздерді қосайын. Бұл тазарулар енді мощный ғой қыздар. Өте күшті. Күшті ғой практикалар. Бір практика бірінен бірі өтеді. Практикалар бір-біріне ұқсамайды. Практикалардың әрқайсысы адамның өзінің жанына керек. Практикалардың барлығы өзіне, өз алдына керемет, өз алдына ғажап. Мен бір қатысушым бар, жас 77-те. Сол кісі айтады, сіздің әр практикаңыз ғажап дейді. Сіздің әр практикаңыз жүректен шығады дейді. Сондықтан практика информация маған потокта келеді, адамдарды сканерлеп отырып жасаймын мен. Сол үшін екінші поток ашық, жазылыңыздар. Тазартамын, бірінші энергетический жасаймын. Энергетический жасамай топтық тазаруға, 5 апталық тазаруға қоспаймын. Бірінші энергетический жасаймын, сосын барып қосам. Так, араларыңызда тазарудан өткендер бар ма? Жеке, топпен эфирге қосыласыздар ма? Кім бөліседі? Кімде қандай нәтиже бар? Кімде қандай сезімдер бар? Кеш жарық. Эфирмен бөлісіңіздер, көбірек адамдар қарасын, білсін. Енді көп адамдар енді вибрация төмен дегенде ашу, ыза, қорқыныш, кек, жек көру дегендер бар ғой. Төменгі вибрациялы энергиялар. Ол төменгі астралды әлеммен байланыстырады адамды. Ашу, ыза, қорқыныш, күмән, күдік бар ғой, сенбейтін адамдар. Оларды астралды әлеммен байланыстырып тұратын энергиялар бар. Сол үшін қанша адамдар тазармай жатып бірінші практика жасаса, жасағаннан да нәтиже болмайды да. Менде бір қатысушы болған. Мына жерде бар ма? Динара. Жаңа отырған сияқты еді. Сол қатысушы көптеген практикаларға қатысқан ғой. Көптеген қымбат практикалар алған. Бірақ мен полисіне кіріп қараған кезде барлық шатасып тұрды ғой, шатасып кеткен. Таппай тұр да өзін. Соның бәрін қарап, тазартып, орнына қойып бердім. И резко өзгеріс болды өмірінде. Сәлеметсіз бе, қайырлы кеш. Мен жеке тазардан өттім сізден. Давайте Динара бөлісесіз ба оқырмандармен? Сіз маған запрос жіберіңіз, мен сізді қабылдайын. Оқырмандарға өзіңіздің сезіміңізбен, эмоцияңызбен, нәтижеңізбен бөлісіңіз. Мүмкін сіздің айтқан сөздеріңіз бір адамдарға инсайт болады. Мүмкін сіздің айтқандарыңыз бір адамдарға алға жетелейді. Мүмкін дәл сіздегі сияқты проблемадан шыға алмай жүрген адамдар бар. Адамдар бір-біріне ұқсас келеді өмірде. Так, Динара маған запрос жіберіңіз. Мен сізді қосайын.
О, қосылды. Динарочка. Қайырлы кеш. Қалдыңыз қалай? Қалдарыңыз қалай? Барлықтарыңызға. Мен сізбен және барлығымен бөліскім келеді. Динара ханымнан жеке тазарудан өткенмін. 5 апталық жаңағы текті тазарту, энергияны тазарту. Ең бірінші айтарым, сізді өте көп іздедім, ұзақ уақыт іздедім. Қаншама бір адамнан бірнеше мәрте өзіңіз білесіз, өттім жаңағы сабақтарын бәрін. Но ішкі түйсігім все равно ары қаратай тағы бірдеңге жетіспейтіндей болды. Вроде бәрін білетін сияқтымын, но жаңағы сіздің бірінші сабағыңыздан бастап 4-5 сағат болды ма, ең ұзақ практикамыз. 4,5 сағат. Сол кезде сіз жаңағы энергиямды тазартқаннан бастап, ол басталмай тұрып ақшасын төлеп қойдым ғой, сол кезде мен жұмыста отырып сездім. Сіз менімен жұмыс істегеніңіз, жаңағы энергиям тазарып жатқан, және бүкіл денемнен, бақайымнан басыма дейін денем қызыды. Негізі аяқ қолдарым постоянно тонып сұп-суық болып жүретін. Түсінбедім, температурам көтерілді ма, не болды деп. Соны үйге келіп кешке жақын сізден сұраған кезде сіз айттыңыз ғой, иә, мен сізді бүгін тазарттым, сізбен біраз жұмыс істедім. Так, сыртыңыздан деп айттыңыз. Соның бәрін сездім. Прям очень приятно. Сол, сізге көп рахмет, алғысым шексіз. Сізге дейін жаңағыдай менде ішімде өзіңіз айттыңыз ғой, бір сущностьтарды тазаладым деп. Бір уайым қайғыға бату сондай мәселесі көп болды да. Сіздің практикаңыздан кейін, Аллаға шүкір, ол нәрсе жоқ болып кетті. Прям көзім ашылғандай болды. Барлық нәрсе андай оңай келіп отыр. Қандай іс-әрекет істесем де, қандай план жоспарласам да, но вот Алла тағала маған өте оңайын, дұрысын, жаңағы оң жолды көрсетіп, бағыттап отырды. Сізге рахмет, Аллахымға біріншіден рахмет, сізде адамды маған жібергеніне. Және өзіме рахмет айтқым келеді, андай іште сізге деген запрос болды маған. Түйсік жаңағы бекерден нетпейді ғой, денеде, одан кейін рухани бір өзгеріс болған қалады, трансформация барлығына өтіп, ну, именно бір щелчок қана жетіспей тұрды, жаңағы сізбен слиперство дейді ғой, сол нәрсе жетіспей тұрды. Сіз кәдімгідей көзімді аштыңыз. Одан кейін екінші сабақтар, үшінші сабақтар арғатай балалық анамның жатырында жатқан кездегі бастап не қалай болғаны, одан кейін мамамның жаңағы өзінің программалары бар ғой, ата бабаларынан, то есть аналарынан келіп жатқан, солардың бәрін нық тура төтесінен түсіп айттыңыз. Одан кейін өтір нүктесіне дейін мен өзіме берген уәделерімді айтқан кезде мен шок болдым. Шыны керек, сол кезде меня прям потрясло деп айтады ғой. Жаңағы күпіршілік білдіртеміз ғой Алла тағалаға, бір өзіміз күмән келтіріп, но Аллахым өзі сондай мейірімді, шебер ғой. Қалай Аллаға сенуді, өзімізге сенуді, дұрыс жолға түсуді, және өзімізді танып білуді үйретеді. Және де мысалы оны іштей қалаған сайын керекті адамдарды жібереді. Мен соған көзім жетті. Сізге мың алғыс. Сіздің әрбір практикаңыз өткен сайын ішімдегі нем бәрі андай успокоение дейді ғой, прям как лекарство. Ауырып тұрған жеріңізге бүйтіп мамалар бүйтіп балам сен жазылып кетесің деп бір май жағып бисмиллахын айтып сөйтіп нетеді ғой. Тура сондай болдыңыз ғой. Іздеген адам тапқаныма өте мен де қуаныштымын. Өте қуаныштымын. Әйтеуір мен сізді білем. Ең бірінші практикаға келгенде сіз тоқтамай мен тазалап аттым, сіз тоқтамай жылап аттыңыз ғой. Мощно болды, иә. Қолымда алдыма роллан алып келіп қойған салфетканы айтам да. Иә, күшті таза блоктардың бәрі ашылды. Иә, сіздің полеңізге кіріп қараған кезде, прям мен әлі есімде да,
сізде барлық молшылықтың бәрі сізде тұр да, потогыңызда бәрі тұр да, жан жағыңызда квантовый полеңізде бәрі тұр да, бірақ сіз соны басқа жақтан іздеп тұрсыз ғой, артқа қарай қарап, артқа қарай. Соны хорошо запомнила. Соны мен сізге бәрін айтып бердім ғой. И бітті, иә? Бір аптадан кейін сізде уже бәрі басқаша, бәрі потокпен бәрі келе бастады ғой сізге. Есіңізде ма? Иә. Сіз айттыңыз алдында бірінші сабақта прям жұмыс істеген кезде жаңа тазартумен алыста тұр дедіңіз. Одан кейін айттыңыз. Все прям жақындады деп. Рахмет сізге, Динара. Өте қуаныштымын мені таңдағаныңызға. Мені қайдан таптыңыз? Сізді мен осы үйге ремонт жүріп жатқан кезде бір квартирада тұрған едім. Сол кезде қасымда қарама-қарсы бөлмеде бір қыз болды. Сол айтты: Динара, мен осылай өттім, мә күшті болды, мен жыладым, мен бүйттім сөйттім деп. Мен соның басында, мен по-любому түбінде ол кісі, мен жұмыс істеймін, ол кісіге обязательно барам дедім. Сол жаңағы қайтадан мында көшіп келдім, туда-сюда, в общем, араға 1 жыл түсті. Сізбен все-таки қауыштым, өте қуаныштым. Соны мен жұмыстағы қыздар да айтты, тағы да сіз айтты. Соны мен айтып тұрмын ішімден. Так, бір рет ана қыз айтты, осы жолы мына подругам айтты, одан кейін тағы подругам айтты. Все, бұл нақты маған Алла тағала уже маған бағыт-бағдар беріп тұр. Осы кісіге сен баршы деп. Сізге жазылып алғаннан кейін сол 1 жыл қатарынан сізді қарап, тыңдап жүрдім. Енді сол өте қуаныштым. Тура жеке тапсырудан өткеніме. Именно жеке жауап, сұрақтарыңыздың бәріне жауап ала алдыңыз ба? Иә, әрине. Нәтиже қандай болды? Қазір қандайсыз? Қанша уақыт болды аяқталғаны, курсыңыздың аяқталғаны қанша уақыт болды? Қай айда өттіңіз? Мен сізбен так апрельдің аяғы ғой деймін да, мамыр айында полный болдық қой деймін. Ұмытып қаптым. Иә. Өте сол күтпеген қуанышты жағдайлар өте көп болды. Сыйлар, жаңағы чакрамен жұмыс істегеннен кейін ба, барлық жаңағы ақша жағы, одан кейін жалғыз басты болғаннан кейін жақсы адамды кезіктірдім. Тура өзім запросымдағыдай жаңағы. Да. Айтпадыңыз ғой. Айтпадыңыз ғой. Мен бірінші көзім жетсін, нетейін деп. Иман жолында. Қарым-қатынасыңыз жақсы ма қазір? Әрине. Шүкір, жақсы. Мен білем, қарым-қатынаспен біз екеуміз көп жұмыс жасағанбыз. Бір ер адамды сіз жібере алмай жүрдіңіз, біз сонымен әбден проработка жасағанбыз. Иә. Есіме түсті. Күшті. Қарым-қатынас реттелді сонымен, е? Ақша потогы ағып тұр. Ақша жетеді. Қарым-қатынас супер. Ең бірінші мен сіздің маған жіберген суретіңізді білем. Сол кезде мен айтқам, мына қыз деген вообще дноға түсіп кетіпті ғой деп, сол кезде сканерлеген кезде, полеңізге кіріп сканерледім ғой, сол кезде вообще қап-қара болып тұрды ғой, сіз таппай қалдым ана жақта. Сол есіме түсті. Қазір сіздің энергияңыз вообще басқаша болып тұр ғой. Вообще басқаша. Андай ішіңізден бір қуаныш, бақыт сезіледі. Күшті энергия сезіледі ішіңізден. Күшті. Жаңа жұмыстан келдіңде, кешірім сұраймын, без мейкапа сразу лицо помыла и тут. Рахмет сізге. Аха, жақсы. Сізге уәде бергеннен кейін, ау деп, шығайыншы, міне деп, қанша уақыт болды. Рахмет сізге. Көп адамдар эфирге шығуға не қылады ғой, қымсынады ғой. Рахмет. Мың алғыс. Сіз көркейе беріңіз, өсе беріңіз, дами беріңіз. Сізге рахмет, үлкен. Андай адамгершілігіңіз, сіздің қарапайымдылығыңызбен жүрегімді кәдімгідей жаулап алдыңыз. Сонан кейін тура төтесінен түсіп, нық, прям, білмеймін, вот. Жаңа ғана мысалы барып ұйықтап тұрдым, или жаңа ғана барып мысалы хат жаздым деп нетем ғой, мысалы сондай нәрселер. Мен соны ешкімге айтпасам да, ешкім білмесе де, соны сіз айтасыз. Сен жаңа ғана ұйықтап тұрдың деп. Сондай нәрселер.
тура айтасыз ғой. Прям енді сол жағы прям енді реально. Иә, Рахмет сізге. Клиенттеріңіз жақсы. көп болсын, осындай жаңағыдай мен сияқты ізденісте жүрген өзін дұрыс жолда келе жатып былай сүрініп қалатын жаңағы ішкі түйсіктерін табуына, соларды ашуына себепші бола беріңіз. Алла тағалам Амин. сізге ұзақ жас берсін. Амин. Өзіңізде де, үйіңізде де қуанышты сәттер көп болсын. Амин. Қызыңыздың оқу бітіруімен, Рахмет. жоғары оқу орнына аман есен жетіп түсіп, өз маман иесі Амин. болсын. Амин. Алған үйіңіз іші малға сырт, іші жанға сырты малға тола берсін. Бар Амин. жақсылық тілеймін сізге. Амин. Рахмет жаным. Сізге де соны тілеймін. Бақытты болыңыз. Өзіңіздің атыңызда. Тапқан Иә. кездестірген ер адам сізге бақыт сыйласын. Сіздің ойыңыздағыдай болсын. Екеуміз құрастырғандай болып шықты ма, Динара? Екеуміз құрастырғандай болып шықты ма? Иә. Иә. Молодец, супер. Мгм. Оны Рахмет. ұмытпаңыз. Мен тағы да оны қараңыз. Еще біз карьераға құрастырғанбыз, оны да тоже қараңыз. Қайтадан қарап шығыңыз. Аха, жақсы. Сау Сізге мен болыңыз. келемін әлі. Иә, бірдеңке бүйтіп щелкать еткен кезде каждый раз я вспоминаю вас. Рахмет жаным. Рахмет сізге. Санама дұрыс бағыт бағдар бергеніңізге. Жолымды ашқаныңызға рахмет. Алла разы Сізге болсын. үлкен поцелуй менен. Мгм. Так. Ай, Динарочка. Міне көрдіңіздер ма? Екеуміз жұмыс жасаған нәрсенің бәрі тура келген ғой. Не айттым, бәрі дұрыс келді дейді. Қалай құрастырдық, қалай квантовый поледе не құрастырдық, бәрі болған. Ақшада, ер адамда, жұмыста, жетістікте бәрі. Прям түрі өзгерген. Маған келген кезде вообще басқаша етін. Мен қазір, кстати, эфирден кейін несіне чатына кіріп суретін қайтадан бір қарап шығайыншы, қалай энергиясы қалай өзгерген. Міне осылай 5 апталық тазару деген ол ешқандай ақшамен өлшей алмайсыз ол нәрсені. Өйткені адамның жаны да ешқандай нәрсемен өлшенбейді ғой. Адамның жаны ешқандай нәрсемен өлшенбейді, ақшамен де, байлықпен де өлшенбейді. Ол шексіз, ол энергия, ол құнды, ол Алланікі. Біз Алланы ештеңемен теңестіре алмаймыз, біз Алланы ешқандай неме бағалай алмаймыз ғой. Біздің жанымыз да дәл сондай. Сізді жаныңызбен жұмыс жасау үшін ешқандай ақша оған пара-пар келе алмайды. Сол үшін мен қойып жатқан бағаларды просто мен кәдімгідей көмек ретінде қойып жатырмын. 50 мың деген еще бір энергетикасы бар ар жағында. 5 аптаға 10 мың теңгеден вообще. 50 мың теңгеге сіз бір аптаға да продукт ала алмайсыз. Ал сіз 50 мың теңгеге жаныңызға азық сыйлайсыз. Ол азық сізбен мәңгі болады. Соны ойлаңыздар. Ақшаны таңдамаңыздар. Бірінші өздеріңіздің жандарыңызды таңдаңыздар. Сіз жаныңызды таңдап, жаныңызды өсіргенде, жаныңызбен жұмыс жасағанда, сананы кеңейткенде, сізге ондай ақшаның миллионы келеді. Сіз тірі болып тұрғанда миллионы келеді, миллион мүмкіндіктер бар сізде. Просто адамдар сондай енді бізді солай тәрбиеледі ғой, шектеп тәрбиеледі. Ақша біздің оқыған оқу орнымыздың өзі тек қана ақша табуға бағытталған, иә, сондай енді сондай неде өстік қой. Ал қазір заман басқа, энергия басқа. Сіз егер де өзіңіздің энергияңызды, рухыңызды көтеретін, санаңызды ашатын практикалармен айналыспасаңыз, өзіңізбен толықтай да өзіңізге күніге 2 сағат, 3 сағат уақыт бөле алмасаңыз, сіз 5 жылдан кейін, 10 жылдан кейін ешкімге ренжімей қойыңыз. Солай жұмыс жасайды. Өйткені даму керек. Біз ол өмірге тек қана ақша тауып, байлыққа жетіп, сол үшін ғана келген жоқпыз. Біз барлығын параллельно алып жүру керекпіз. Біз бай да болу керекпіз, біз бақытты да болу керекпіз, біз балалы да болу керекпіз, біз тұрмысқа да шығу керекпіз. Барлығын істеу керекпіз, бәріне үлгеру керекпіз. Помимо этого біз миссиямызды алып жүру керекпіз ғой. Сіз миссияны таңдап, өзіңізді таңдаңызшы, сізге барлық есіктер ашылады. Сіз когда ақшаны таңдағанда болмайды ол. Көп адамдар менде ақша жоқ, менде мүмкіндік жоқ. Мүмкіндік всегда бар, просто мына жер кішкене өзгертіп жіберіңіз, ақша всегда бар деп. Мышлениені кішкене өзгерту керек.
ақша бар, мүмкіндік бар, алла мені жақсы көреді. Сіз алла сізді жақсы көргенге сіз әлі жердің бетінде тірі жүрсіз. Егер де сіз жердің бетінде миссияңыз аяқталған болса, сіз уже бұл денені тастап келесі неге дайындыққа кететін едіңіз, басқа измерениеге, басқа өлшемге өтетін едіңіз. Жердесіз ба, демек сіз өмірге керексіз әлі. Сізге қанша рет топтық тазарудан өтуге жаздым, бірақ ең дұрысы жеке тазартудан өткен дұрыс екенін белгі берген түсіндім дейді. Иә. Жекенің аты ол жеке ғой. Жекеде тек қана адамның өзінің, тек қана сіз боласыз, мен боламын. Мен тек қана сізбен жұмыс жасаймын. Топта енді жалпылама полемен жұмыс жасаймын. Топта енді әр адамның өзінің рухының биіктігіне, өзінің сезіміне, өзінің ерік жігеріне байланысты ғой. Мықты қыздар алып шығып жатыр. Енді сәл ескі неден шыға алмай жатқандар қалып жатыр. Егер де бірінші лектен сәл меңгермей қалған болсаңыз,